12-ші есеп. Футболшы футбол алаңында солтүстікке қарай 40 метр, сосын 10 метр шығысқа, одан 10 метр оңтүстікке, сосын 30 метр шығысқа жүгіріп өтті. Футболшының жүрген жолы мен толық орын ауыстыру модулін табуымыз керек. Бірінші берілгені, номері 12, есептің берілгені, S1 тең болады 40 метр, S2 тең болады 10 метр, S3 тең болады 10 метр, S4 оңтүстікке тағы да 30 метр жүрген. Футболшының жүрген жолы мен орын ауыстыруын табуымыз керек. Жүрген жолда L әрпін береміз, орын ауыстыру бізде S. Енді ары қарай бірінші осы есептің суретін сызып алғанымыз дұрыс. Футболшы футбол алаңында солтүстікке қарай 40 метр жүреді дейді. Ең бірінші, мысалы, футболшы мына нүктеден бастады деп ойлайық. Мына А нүктесі деп ойлаймыз. Кеттік. Солтүстікке қарай 40 метр жүреді. Мына мен тақтаға жазған кезде кішкене қисықтау сызуы мүмкін. Бірақ дәптерге орындаған кезде біз клеткалармен біз тура сызуымыз керек. Және де мына жерде масштабты сақтап сызу керек. Мысалы 10 метрді біз бір клетка қылып сызатын болсақ, 40 метрді демек 4 клетка қылып сызуымыз керек. Міндетті түрде әйтпесе 40 метр былай жүрді, одан 10 метр былай жүрді десек, қалай солай сызсақ, біздің есебімізде орын ауыстырып табу өте қиындау болады. Сурет анық көріну керек суретте. Кеттік. Солтүстікке қарай 40 метр жүреміз біз. Мынау бізде 40 метріміз болса. Мына ұзындық бізде 40 метр. Ары қарай 10 метр шығысқа, мынау 40 болса, содан былайша айтқанда 4 есе азғантай болу керек. Ары қарай 10 метр шығысқа жүрдік. 40 метр жүрдік. Сосын 10 метр шығысқа жүрдік. Одан кейін 10 метр оңтүстікке қарай түсеміз тағы да. Содан соң 30 метр шығысқа жүреміз тағы да. Мынау бізде 30 метр болды. Енді футболшының жүрген жолы қандай? Жолдың формуласы L тең болады. Не жүреді, соның бәрін қосамыз. S1 қосу S2 қосу S3 қосу S4, 1, 2, 3, 4 болды. Сонда L тең болады 40 метр қосу 10 метр қосу 10 метр қосу 30 метр тең болады 60-90 метр. 90 метр жол жүрген. Ал орын ауыстыру дегеніміз не? Ол бастапқы орны мен соңғы орнының арақашықтығы. Бастапқы орны міне, соңғы орны ол міне, осы екеуінің арасын табуымыз керек. Мынау бізде S. Осыны табу керек. Белгісіз сұрақ белгі болып қойдық. Оны қалай табамыз? Ол үшін мына суретке жақсылап қараймыз. Орын ауыстырудың дайын формуласы жоқ. Қандай да бір. Сол үшін біз оны дайын формуласы бар. Мына 4 векторды бір-біріне векторлық түрде қосқанымыз, векторлық түрде сол S-ті беру керек. Бірақ енді ол өте қиындатып жібереді түсінуді қалай болған. Мына жерде не көріп тұрмыз? Төртбұрыш сияқты бір нәрсе, көпбұрыш. Біз үшбұрышты немесе төртбұрышты келтіріп алуымыз керек осы жерден. Мысалы ретінде мына қабырғаны ары қарай созып жіберетін болсақ, мысалы былай қарай, тікесінен созып жіберетін болсақ, біз мына жерде мынандай бір үшбұрыш көріп тұрмыз. Және ол тікбұрышты болады. Себебі бірінші ол солтүстікке барған, оңтүстікке мынау шығыс. Солтүстік пен шығыстың арасында бұрыш 90 градус. Сол үшін мына жер бізде 90 градус болады дағыны. Мына арақашықтық бізде 30, ал мына арақашықтық бізде 10 болғандықтан мына жерде бізде 10 метр болады. Сонда мына жер 30 метр, мына жер 10 метр, сонда мына жер жалпы бізде 40 метр шығады. Ал мына арақашықтық бізде жалпы 40 метр тұғын, мына жер бізде 10 болғандықтан мына жерде бізде 10-ға тең болады. Сонда мына қалған жері демек 30 метр болып шығады. Сонда біз тікбұрышты үшбұрыш көріп тұрмыз. Бір катеті оның 30, екінші катеті 40, ал гипотенуза бізде как раз орын ауыстыруымыз. Сонда біз орын ауыстырып табатын болсақ, S тең болады 30-дың квадраты қосу 40-дың квадраты деп есептей саламыз. Так, мына жақта S квадрат болу керек. Яғни S-тің өзін табатын болсақ, демек туғрасына 30-дың квадраты қосылған 40-дың квадраты дейміз. Енді 30-дың квадраты жаңағы 900, мынау 1600, екеуін қосамыз жаңағы 2500, туғрасынан ол 50 метр болып шығады. Сонда біздің жауабымыз, жолымыз бізде 90 метр, ал орын ауыстыру бізде 50 метр болып шығады.